сұрап алайын. Үй тапсырмасы сұрамас бұрын мен сендерді бүгін жұптық жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізбен жұптасып өткіземіз. Ол үшін мен сендерді жұптастырып алуым керекпін. Балнұрмен кім болады деп көрейік қазір. Бекзат. Балнұр мен Бекзат. Алысып отырамыздар. Келесі. Айсат пен Мадина. Тез отырамыз. Python программасын сақтау үшін не істейміз? Python программасын сақтау үшін run модуль командасын таңдаймыз. Run модуль командасын таңдаймыз. Өте жақсы. Қандай ғой? 7 яшықты таңдайды екенбіз. 7-ші яшықтан Айсат сұрақ. Программалау коды машиналық кодқа түрлендіретін арнайы программа. Арнайы программа. Қандай алгоритмдер сызықтық деп аталады? Программада бірінен кейін бірі орындалатын алгоритмдерді сызықтық деп аталады. Алгоритм дегеніміз алға қойған мақсатқа жету үшін немесе белгілеген есепті жинақы түрде шығару үшін берілген тізбектік нұсқаулар. Тіл синтаксисі дегенімізбен тіл синтаксисі программа жазу барысында айдылды ашып, файлды басамыз. Сержан, саған сұрақ. Айнымалылар дегеніміз программаның орындалу барысында орындалатын мәндерді қабылдайтын шама. Ясмина бізде өте жақсы жауап берді, я? Өзі соңында бізге балымызды шығарып, өздеріне бағаларымды қойып береді мына жерде. Мадина жақсы жауап берді ғой, я? Бекзат толық жауап берді ма? Сағи толық жауап берді. Анаграмма, балалар. Мына жерде бізде анаграмма берілген. Осы анаграмманы табайық. Алмас Қауыш. Қандай сіз? Мәліметте текті. Мәлімет. Иті болмайды екен? Мәліметтер. Жарайды, типтері өз ағылы салсын. Балалар, мінеке, қандай сөз шықты? Мәліметтер, типтері. Бүгінгі типтері. Бүгінгі сабақта мәліметтер типтерімен танысасың. Деректер түрлерін жіктеуді үйренесің. Оқушылар сабақты бастамас бұрын мәліметтер типтеріне анықтама берейін. Балалар видеоны тыңдап болса, олай болса түсіндік па? Түсінікті болды ма сендерге? Жақсы, олай болса тапсырмалар орынды. Компьютерімізді ашамыз. Бірінші техника қауіпсіздігін есімізге сақтайық. Бір-екені атап өтейікші, қайки техника қауіпсіздігін. Не берілген? Екі тізім құрыңдар. Бірінші тізімге 5 ұл баланың, екінші тізімге 5 қыз баланың атын жазыңдар. Екі тізімді қосатын программа құрыңдар. Өте жақсы. Ал, не істейміз ол үшін? Ұлдардың атын бір бөлек, қыздардың атын бір бөлек жазып, екеуін аламыз, қолмен көрсеттік. Қай типке жатады? Бүтін типке жатады. Қай типке жатады? Жақын өтсен? Тексерейік. Қай типке жатады? Қайсыға? Бұл біз қайсы типке жатады? Ал тексеріп көрейік. Дұрыс емес екен. Егер тапсырма, балалар, кітаптан
итте орындайық деген тапсырмасы бар, соны аламыз. Жақсы, сау болыңыздар. Sağ olun.